Біз, Айман екеуміз, мектеп қабырғасынан бері бір-бірімізге деген ыстық сезімнің жетегінде бой жеттік. Сырттай бізді танитын достарымыз Төлеген мен қыз жібек деп қалжыңдасатын. Уақыт өте келе, мектеп бітіруіне 2-3 ай уақыт қалдау деген уақытта, мен бойыма бар батылдығымды жиып, Айманға сезімді жайып салған болатынмын. Маған деген көңілі бар екенін баяғыдан хабардар мен аса қатты қобалжи қоймадым. Қарсы алдында жүзін төмен салып, демі тарыла, ұялғаннан қымсынып тұрған арудың белінен шап беріп, өзіме қарай тартып алдым да: «Сен маған ұнайсың, мендік болғаныңды қалаймын», дедім, ішкі сырымды бүкпестен. Құшағыма қысқан сайын, әлі де 12-ден бір гүлі ашылмаған балауса қыздың тәтті иісі жанымды баурап, еріксіз буын-буынымды босатып жіберген болатын. Аз-маз қылымсып, бұлқынғанымен, Айман арқыма оңайлықпен жығыла түсті. Себебі оның да қалауы мен едім. Кеудеме ене түскен сұлуды әп-сәтте-ақ баурай жөнелдім. Сол күні мен алғаш рет оның бұрын соңды ешкім татып көрмеген тәтті еріннің дәміне қанық болдым. Қазір ойласам, сол еріннің табы таңдайымда мәңгі қалып қойғандай. Тек екі ерінің бір-бірін өпкені болмаса, артық іске баруға дәтім жібермеді. Тулаған қан тамырлары мен кеудемнен шығып кетердей болған жүрегімнің екпініне қарамастан, бойымдағы нәпсімді тия білдім. Себебі менің Айманға деген ниетім түзу, ойым таза еді. Сол күннен бастап Айман екеуміз арамыздан қыл өтпестей ғашықтарға айналдық. Дос жарандарымыз бізге қызыға да, қызғана да қарайтын. Әсіресе Кемел Айманға басқаша көзбен қарап жүргенін бірден сездім. Кемел 11 жыл бойы бір класста оқыған, әрі жақын досым, әрі бауырым. Турасын айтқанда, Кемелдің әкесі мен менің әкем туған ағалы інілер. Бір құрсақты жарып шықпасақ та, бойымыздағы тулаған қанымыз бір болып келеді. Тіпті бірде кешкі серуен басында мен Кемелмен ашық сөйлеспекші болып: «Бауырым, менің Айманға деген көңілімді білесің ғой. Арада түсініспеушілік болғанын қаламаймын. Саған қояр сұрағым бар. Тек шыныңды айт», деген едім. Кемел болса: «Айта бер, сенен жасыратын еш нәрсем жоқ», деді ол маған тура қарап. «Айман саған ұнайды ма?» дедім мен толғанысымды жасыра алмастан. «Жоға, оны қайдан шығардың? Сен де айтады екенсің». «Ай, ол жасай, шығармайтының жоқ екен», деді ол сөзінің соңын қалжыңмен ұштастырып. Одан әрі мен еш нәрсе демедім. Жаным жайланған күйде кете бердім. Күмәнім сейіліп, бір қалыпты өмірімді жалғастыра бердім. Айман жанымда, жұбымыз ажырамай, құшағымыз жазылмай, таңым атып, күнім батып жүрді. Көп ұзамай, көктемнің мамыражай гүлдері жаздың жаймаш шуағына айналып, біз мектеп бітіріп, жарқын өмірге қадам бастық. Мен сол жылы оқуға түсе алмадым. Алайда Айман сынақтан сүренбей өтіп, қалаған мамандығына құжат тапсырды. Жаздың бітуіне аз қалып, күн суыта бастағанда бір үрейге бой беріп, мен мазасыздана түстім. Оным Аймандым өзімнен жыраққа жібергім келмеді. Көзден кетсе көңілден кетеді деген санамда жатталып қалған сөздер менің дегбірімді қашырып, түрлі ойларға әкеп соғатын. Оның үстіне алып қалаға сүйгенімді қалай жалғыз жібермекпін. Көп ойланбай, Айманмен келісіп, оны алып қашып, жарым еттім. Менен жырақтағысы келмей, жүдеп жүрген Айман еш қарсылық білдірмеді. Әуелде Айманның анасы біраз ренішін білдіріп, қипақтағанымен, соңында ақ батасын берді. Өмірімнің ағысы бір арнаға тоғысып, бақыттан басым айналып жүргенде, түсініксіз жағдайлар орын ала бастады. Сұмдықтың бәрі бір жылдан соң Кемел оқуын тастап ауылға оралғанда басталды. Кемел ауылға жалғыз оралмады. Қасына қаланың кербез сұлуын қоса ертіп алып келді. Өзі жас, әрі талдырмаш бой жеткен талай ауыл жігітінің ішін қыбырлатпай қоймады. Торғынға назар аударып, аса мән бермеген мен ғана едім. Себебі мен Айманнан басқа ел атаулысына сұқтана қарап, өзіме жақын тартқан емеспін. Үйленгенімізге бір жыл болса да, мендегі махаббат артпаса кеміген жоқ. Біздің шаңырақта ұрыс деген мүлдем болмайтын. Айман әйел ретінде, мен ер азамат ретінде өз міндетімізге аса жауапкершілікпен қарап жүрдік. Айман ешқашан әйел болып ұрыс шығарып,
қабағын шытып көрмеген. Мен оның осы мінезіне риза болып, тамсана түсетінмін. Тек соңғы кезде Айман, жаным, үй болғанымызға 1 жыл уақыт өтсе де, құрсағыма бала бітер емес. Шынымды айтсам, қатты уайымдап жүрмін. Бәлкім қалаға барып қаралармыз. Оның үстіне оқуға түскім келеді. Үйдегілермен сөйлесші, деп қиылатынды шығарды. Бәлкім сол кезде оның сөзін тыңдап, қалаға көшіп кеткенде, бастан өткен талай сұмдықтың бетін кері қайтарар едім. Әттең, қазір бәрі кеш. Жаным, апамның жағдайын көріп жүрсің ғой. Биыл шашыдашы. Ендігі жылы міндетті түрде оқуға түсірем. Өзім оқытам. Ал баланы уайымдама, бұйырса ол да бола жатар. Алланың бір ойлағаны бар шығар, деп қана құтылатынмын. Кемел болса, Торғынды үйіне алып келіп, әке-шешесімен таныстырып, көп ұзамай құдалық жасап үйленіп алды. Торғын тұйықтау келген, көп күле бермейтін, мақтылығымен ерекшеленіп тұратын. Айман болса керісінше, ашық жарқын, жүрген жерін мереке қылып жіберетін. Екеуі екі түрлі болса да, Айман мен Торғын тез тіл табысып, сырлас құрбыға айналып шыға келді. Оның үстіне екеуі дәулеттің келіндері абысын жып өт. Артынан көп ұзамай көктемде жетті. Күн жылынып, айнала гүлге орана жазда жақындады. Үнемі мені сыйлап, сөзімді екетпейтін Айманым табан астынан түрлі қылық шығарып, өзгере бастады. Тырнақ астынан кіріздеп, бір бәле шығармаса көңілі көншімейтін жағдайға түсті. Сенен шаршадым, мына өмірден қашан құтылар екемін, деген адам шошырлықтай сөздерді жиі айтатын болды. Айманның бұл жағдайының байыбына бара алмай, дел сал күйге түстімде қалдым. Қанша көңілін ауласам да, маған жылы қабақ танытпай қойды. Берген тамағын желкемнен шығарып, әрдайым дастархан басында бір ұрыс бастайтында отыратын. Ондай кездері мен үйде безіп кететінмін. Сондағы Кемелдің үйіне барып, жаным тыныштық табатын. Бір күні дәл сондай, Айманмен сөзге келіспей қалып, Кемелдің үйіне келіп едім. Бұрын соңды назар аудармаған бір жайтқа көңілім ауды. Есіктен кіре бергенім сол еді. Жайбарақат төр бөлмеде теледидар көріп қарап жатқан Кемел, амандық саулық сұраған соң сыртқа шығуға ыңғайланды. Шығып бара жатып, ол жеке, Торғын қазір шай қояды, асықпай шай ішіп кет. Аяқ астынан шаруаларым шығып қалды. Мені осында күт, көп кешікпеймін, деген Кемел маған аузында ашуға мұрша бермей кетіп қалды. Кенет мен Кемелдің бұл әрекетіне ойланып қалдым. Өткен күндерге шолу жасасам, Кемел үнемі мен үйіне келген бойда әртүрлі сылтау айтып кетіп қалатынды әдетке айналдырғандай. Әрдайым солай жасайды. Оның себебі маған дәл сол күні белгілі болып қала берді. Тек түрлі ойлардың құрсауына түсіп, мазасыздана бастадым. Бәлкім мені жақтырмай жүрмекен. Әлде бұның бәрі тек қана сәйкестік пе? Мен келсем болды далаға қарай ұша жөнелетін несі? Деген ойлардың құрсауынан шыға алмай тұрғанымда. Олжас, шай ішейік, деген Торғынның даусынан өз-өзіме келгендей болдым. Дастархан басында Торғын көңіл күйсіз отырды. Апамдар көрінбейді ғой, дедім арадағы тыныштықты бұзып. Қайнапамның үйіне кеткен, 3-4 күн қонақтап келейік деп. Айман қалай, бірге алып келмедің бе? Деді Торғын бір түрлі салқын дауыспен. Үйде ғой, көңіл күйі жоқ, деп ауыр күрсіндім. Уайымдама, қазір жақсы шығар, деді Торғын мысқылдап. Мен оның бұл әрекетін түсінбедім. Сол күні маған бәрі бір түрлі көрінді. Шын мәнінде бір сұмдықтың болып жатқанын мен білмегенмен де, жүрегім арнасынан шығып кетердей соғып, маған ескерту жасағанын енді түсіндім. Бүгінгі таңда ойлап қарасам, жүрек деген мидан бірінші бәрін қабылдап, сезеді екен. Торғын, сенімен Айман жайлы сөйлесейін деп едім. Соңғы күндері қатты өзгеріп жүр. Сен бір нәрсе білесең, жасырмай айтшы. Айман сенен басқа ешкімге ашыла қоймас. Бір білсең сен білесің. Осылай жалғаса берсе түбі ажырасып тынармыз. Дегенмен Торғынға бір үмітпен қарадым. Бірақ үмітім ақталмады. Торғын, мен ештеңке білмеймін, білгім де келмейді, деп қысқа қайырды. Торғын, Айман әлде сені де ренжітті ме? Дедім мен Торғынның суық жауабына қарап. Торғын бұл жолы мүлде мені жауапсыз қалдырды. Іштей, Айман Торғынға ауыр сөйлеп қойған болу керек, деп топшаладым да,
Одан әрі ол жерде отырудың мәнісін көрмей, рахметімді айтып шығып кеттім. Жол бойы Торғынның маған берген жауаптарын саралап келдім. Бірақ еш нәрсені түсінбедім. Белгісіздіктің қаппанына түскендей жайсыз күйге тап болдым. Үйге келсем, Айман сыртқа шыққан болу керек, киімін ауыстырып жатыр екен. Айна алдында әлденіп тұрған әйелім мені көріп, кірпідей жиырыла қалды да: «Қайдан келдің? Көңіл күйің жақсы сияқты ғой», дедім. «Саған ақ жақпай-ақ қойдық қой. Күлсем күлдің дейсің, жүрсем жүрдің дейсің. Қайдан болушы еді? Дүкенге бардым. Сен сияқты қаңғып жүрген жоқпыз», деп Айман әдетіне салып бұрқылдай жөнелді. Мен еш жауап қатпадым. Онсыз да ұрыс керістен мезі болғаным соншалық, соңғы кездері үндемей қоя салуды жөн көремін. Арада дәл қазір есімде жоқ. Шамамен 3-4 күн уақыт өткенде кешқұрым жұмыс жақтан келе жатыр едім. Ауыл емханасында күзетшімін. Алдымнан жылап келе жатқан Торғын шыға келді. Мені көрді де жылаған күйі құшағыма ене кетті. Мен болсам не істерімді білмей абдырап қалдым. Қаққан қазықтай қаттым да қалдым. Ол мені құшақтаған қалпы ұзақ тұрды. «Не болып қалды?» деген сұрағыма жауап бермеді. Дәл сол сәтте менің бойымда белгісіз бір құбылыс орын ала бастады. Неше күннен бері арасынан шығып кетердей болып жүрген жүрегім Торғын менің құшағыма енген сайын тыныштала түсті. Бір тылсым күш мені өзге әлемге жетелеп кеткендей болды. Алдымда ентіге жылап тұрған досымның әйелін еріксіз менде құшағыма қыса түстім. Неге екені белгісіз, бірақ түсініксіз бір күй бойымды балқытып бара жатқандай аяқтарым әлсіздене бастады. Бәлкім, Торғынның әлсіздігі мені есеңгіретіп жіберді ме, деп ойлаймын осы күні. Себебі Айман ешқашан менің алдымда әлсіздік танытқан емес, басын иығына қойып жылаған емес. Мен өз әйелімнің алдында әлсіз еркекке айналып кеткелі қашан. Сол себепті болар, бауырыма тығылып, еңкілдей жылаған Торғынды жібергім келмей ұзақ тұрдым. Мен сол түні алғаш рет Торғынның бойындағы тұнып тұрған нәзіктікке қанық болдым. Тіпті маған оның жылағанның өзі де әдемі көрінді. Көзінен парша-парша болып аққан жасын сүртіп жатып, жанарына терең үңілдім. Жан дүниесін торлаған мұңы көздерінен көрініп ақ тұрды. Бойымда болып жатқан құбылыстан сытылып шығып, есімді әрең жидым да: «Торғын, мені уайымдатпашы, неге сонша жылап тұрсың? Әлде бір нәрсе болып қалды ма? Не болды? Кемел ренжітті ме?» дедім мен уайымдаған кейіпте. Торғын алақанымен бет жүзін бір сипап өтті де мұрнын тарта: «Кемелден басқа кім мені ренжітуші еді? Енді Кемелді менен жақсы білесің емес пе? Айтарын айтып алып, кейін кешірім сұрап алдыңа келеді. Ашуы тез-ақ қайтады оның», дедім мен досымды жақтаған болып. «Құр сөйлеп қойса болды ғой, көзіме шөп салып, опасыздық жасап жүр», деп Торғын жанарына үйірілген жасын әрең ұстады. «Қойш, сен де айтады екенсің, ол мүмкін емес. Бір нәрсені дұрыс түсінбеген шығарсың. Одан қалды, ауылда бойдақ қызда жоқ қой. Бәрінің бір байы бар дегендей», дедім мен күліп. Маған Торғынның бұл сөздері күлкілі естілді. «Мен бәрін білемін», деді Торғын маған тіке қарап. «Нені білесің? Түсінбедім». «Сонда сен Кемелді көзбе-көз ұстап алдың дегің келіп тұрма?» деп таң қалдым. «Мен әйелмін, бәрін сеземін, түсінемін», деген Торғын бұл жолы да маған өңешімді тесіп жіберердей қарады. «Әй, әйелдер-ай, әйтеуір жоқ жерден мәселе шығаруға шеберсіңдер ғой. Қайдағы жоқты ойлап, мен досымды білем ғой, ол ондайға бармайды. Жүр, одан да мен сені үйіңе шығарып салайын. Тым кеш болып кетті», дедім мен. Жол бойы Торғын үндемеді. Ауық-ауық еріксіз жанарым оның әдемі жүзіне түсіп кете берді. Жол бойында жанып тұрған шамдар ұзын қара шашын одан сайын жылтыратып әдемі етуде. Бүйірден соққан самал жел өзіне жарасымды кекілін көтерген сайын жүрегім аузыма тығылып тағатсызданып барам. Сүйріктей саусақтарымен шашын кейін серпеген сайын аппақ тамағы тыныштығымды қашырып келеді. Мен осылайша нәпсімен күресіп келе жатқанымда Кемел досымның үйіне де келіп қалған екенбіз. Торғынмен қоштасып, алдыға бірер қадам аттағаным сол еді. «Олжас», деді Торғын мені тоқтатып.
Бұрылып еді маған бір нәрсе айтуға оқталғандай көрінді де, біраз ойланып тұрып: «Рахмет саған», деді айтар ойынан айнып қалғандай. Басымды изеген күйі мен де кете бердім. Сол түні нақты Торғынның не ойлағанын білмеймін. Бірақ мен таң атқанша дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Торғын құшағыма енген сәттегі тәтті сезімді қайта-қайта ой елегінен өткізіп, өзгеше күйге бөлене бердім. О, жарықтық, бұрын соңды қалай байқамағам. Торғын деген мен қалаған нәзіктіктің нақ өзі тәрізді көрінді. Мен бұрын соңды ешбір әйелдің бойынан көрмеген сүйкімділікті Торғыннан тапқандай болдым. Тіпті әйелім Айманда бұлайша жан дүниемді тебірентіп, дегбірімді қашырған емес. Мендегі сезім махаббаттың бастауы ма, жоқ әлде нәпсімнің құлдырауы ма? Сол сәтте мен ол жағын ойламадым. Ойлауға мұршамда болмады. Іңкәр сезімнің жетегінде еріп, елегізіп кеттім. Күндер өте берді. Мен бұрынғыша Кемелдің үйіне баруымды доғарғандай болдым. Оным өзімше түзу жолдан таймаудың амалын жасаған түрім. Ішімдегі қыбырлаған сезімді осылайша сабасына түсіріп, есімді жимақта болдым. Бірақ жүрек дегенге көне қоймайды. Бара-бара Торғынды сағынатынды шығардым. Түнде түсіме енсе, күндіз ойымнан шықпайтынды шығарды. Кейде әйелімнің бар екенде есінен шығып кететін болған. Мен баяғыша Айманның маған айтқан ауыр сөздері мен түйілген қабағына аса мән бермейтін болдым. Ол үшін басымды ауыртып, уайымдауды доғардым. Себебі менің бас ауырым, бар дертім Торғынға айналды. Сондай күндердің бірінде сағынышым бар ұстамдылығымды жеңіп, мен Торғынды көру мақсатында үй жағына жақындадым. Қақпадан аттағаным сол екен. Торғын аулада жүр екен. Жан-жағыма қарап едім, Кемел көрінбеді. «Сәлем, қалайсың?» дедім мен жақындап келіп. «Сәлем, көрінбей кеттің ғой, өзің қалайсың?» деді Торғын екі беті қызарын қарап, басын төмен салып. Бұл әрекетінен Торғынның менен үй алып, қымтырылып тұрғанын байқадым. Бірақ не үшін қысылып тұрғанын түсінбедім. «Жақсымын, өзіңше, жақсысың ба?» дедім мен. «Кемелге келдің бе? Ол үйде жоқ, қалаға кеткен», деген Торғын маған бұрылып та тіке қарамады. «Жоқ, мен саған келдім», дедім мен. Бұл сөздердің аузынан қалай шыққанын аңғармай қалдым. Торғын маған жалт қарады. Сол көз қарасы әлі күнге дейін есімде. Жалт еткен жанарының жарқылынан оның да маған деген айтылмас бір дүниесі бар екенін бірден аңғардым. Ол маған сұраулы жүзбен қарап, ұзақ кідірместен: «Маған ба?» деді нәзік даусымен, қолында ұстап тұрған затын жерге қойып жатып. «Сенімен сөйлесуім керек. Тек бұл жерде емес. Кешкісін оңаша кездесейік», дей бергенім сол еді. Торғын сөзімді шорт кесті. «Болмайды, бұлай болмайды», деді де үйіне жүгіре кіріп кетті. Мен Торғынның бұл ісіне қарап, оның да жүрегінде маған деген күнәһар сезімнің пайда болғанын байқадым. Бірақ қай сәттен бастап екенінен бейхабар едім. Бар батылдығымды жинап, артынан еріп, үйіне кірдім. Кемелдің анасы төр бөлмеде отыр екен. Амандасып, біраз әңгіме дүкен құрып отырып қалдым. Кетер кезде ас бөлмеде жүрген Торғынға бәсең дауыспен: «Кешке сені ауыл сыртындағы ескі ойын алаңда күтемін», дедім де шығып кеттім. Сол күні мен үшін кеш батпай, уақыт өтпей қойды. Үй үшін әрлі-берлі кездім де жүрдім. Айманның алдыма қойған асы тамағымнан өтпестей болып, оның алдында өз-өзімнен қуыстанып қобалжыдым. Әрине, қобалжимын ғой. Өзге біреуге жүрек жарды сырымды айтып, сезімімді білдірмекшімін. Менің тағатсызданып, қолымдағы сағатқа қайта-қайта елеңдеуім Айманға да біртүрлі көрінгендей болды. «Не болды? Қауырт жұмысың бар ма еді? Адамның берекесін алмай отыршы. Бастықтар құсап сағатында жалтақтаумен болдың ғой. Бар, бара бер, қазірден баратын жеріңе. Менің де шаруам басынан асады. Такси шақырып қойдым. Қалаға барам. Үлкен апам қыздар болып жиналайық деген. Біздің де қыдырып, аздап көңіл көтеруге қақымыз бар шығар. Осы үйдің малайы болдық қой, таза», деді Айман кеседегі шайды алдыма тарс етіп қойып. «Саған дауа жоқ екен. Адам құсап сұрасаң да жібереміз ғой. Бара бер», дедім мен де даусымды көтеріңкіреп. «Иә, дауа жоқ маған. Дауасызбын мен. Не істейсің ал?» деп маған қарай кекіреңдеп келе жатқан әйелімді кері итеріп жіберіп, сұсты көзімен бір қарадым да,
Жауап қатпастан сыртқа шығып кеттім. Бұл кикілжің аса қатты менің көңіл күйімді түсіре қойған жоқ. Кешке Торғын келе ме, жоқ па? Бар уайымым сол болды. Күн ұясына бата бастағаннан-ақ мен ескі қазіргі таңда адам баласы аяқ баса қоймайтын саябақты бетке алдым. Бара жатып іштей айтарымды, іштей жүз қайталап қара терге малындым. Мен тіпті әйелім Айманға сөз саларда бұлай қобалжыған емеспін. Мені Торғынның өзгенің аяулы жар екені, оның үстіне анау-мынау емес, бауырымның әйелі екені ол кезде мүлде алаңдатпады. Сезімімді айтуын айтамын-ау, ал кейінгі әрекетім қандай болмақ? Ол жағында ойлап, бас қатырып жатпадым. Бар қалауым Торғынды құшағыма қысып, бір сәтке болса да, бәрін ұмытып, шынайы ыстық сезімге бөлену болды. Артық еш нәрсе дәмеленбедім. Жай ғана құшақтап, жұпар иісін жұту. Бақыттың бастауы мен бітер шегі мен үшін осы еді. Межелеген жерге мен бір шама ерте келіп алдым. Елеңдеумен Торғынды күтіп, әрлі-берлі саябақты кезумен болдым. Торғында көк кешікпеді. Келді. Бірақ жайдарлы жарқын жүзімен емес, жанарын мұң торлап, жылап келді де, саябақтағы орындықтардың біріне жайғасты. Қасына екі аттап жетіп бардым. Торғын, тағы жылағансың ба? Дедім жанына жақын отырып. Бұл жолы тым жақын отырдым. Иә, дегендей басын изеді. Кемел ме ренжіткен? Дедім мен. Жоқ, деді тамағындағы өксікті кейін жұтып. Онда не болды? Дей беріп едім, ол орнынан ұшып түрегеліп. Менің бұл ісім дұрыс емес, бірақ өз-өзіме тосқауыл қоя алмадым. Кемел опасыздық жасады деп, мен де солай жасасам, менің әйелдік қасиетімнен не қалады? Деген Торғын жылап жіберді. Сол түні менде ғана емес, сенде де маған деген түсініксіз сезімдер пайда болғанын білемін. Көзіңнен көрдің кеше, дедім. Еркектер, неткен ақымақ едіңдер. Менің саған деген сезімім әлде қашан пайда болған. Сол үшін өзімді жек көремін, деді Торғын дауыс ырғағынан өзіне деген жеркеніштің екпіні естіліп. Мен одан әрі шыдай алмадым. Құрықтаулы тұрған нәпсімнің тізгінін босатып жібердім де, Торғынды құшақтап алдым. Торғын біраз құшағымнан сытылып шыққысы келіп, тыпыршып еді. Білегімнің күштілігімен мен оны жібермедім. Біз осылайша саябақта түннің бір уағына дейін отырдық. Аса көп сөйлемедік. Бір-бірімізге сұрақтарда қоймадық. Болашақты жоспарлап, келешекті ойламадық. Жай ғана, оны кеудеме қысқан күйі отырдық. Қайтар уақыт келгенде, онымен қимай қоштастым. Және ертең осы жерде күтетінді айттым. Бақыттан басым айналып үйіме келгенімде, мен әйелімді босағада арқанға асылып тұрған жерінен тауып алдым. Айманның өлімі бізді есеңгіретіп тастады. Қазір ойлап қарасам, маған да, Кемелге де, Торғынға да оңай тимегені анық. Не себепті өз-өзіне қол жұмсағанын мен әрине кейін білдім. Шындықтың бәрі Айманды қара жерге тапсырғаннан кейін ашыла бастады. Мен өң мен түстің арасында жүргендей өмірден түңіліп кеттім. Жүрегімнің қалауы Торғын болғанымен, Айманда маған бөтен адам емес еді. Жан-жарым, кезінде сүйіп қосылған өмірлік серігімді бұндай өлімге қимай, іштей өзімді жазғырып, күнжіп кеттім. Торғынмен қайтып кездесуге арым жібермеді. Тым болмаса, Айманның қырқы өтсін, кейін Торғынмен жақсылап сөйлесермін. Қажет болса, Кемелге бар шындықты айтып, Торғынды басы байлы босатуын сұрармын деп жүрдім. Себебі Торғынның да мені сүйетінін жақсы білгенмін. Айманның не үшін өз өмірін қыршынан қиғанын түсіне алмай, шақшадай басым шарадай болды. Тым болмаса, себебін айтып, бір жапырақ қағазда қалдырып кетпегені өкінішке айналды. Әлде Торғын екеумізді көріп қойдым екен, деген ойдан арыла алмай-ақ қойдым. Бір жағынан, Айманның туыстары да мені кінәлап, қарғап сілеп жатты. Бір ауылда тұрған соң естеймін. Анасы ел-жұрттың бәріне мені кінәлі қылып көрсететін. Бетпе-бет келіп те, өңешінде тесіп жіберердей қылып, айтарын бүкпесіз айтып, ата-бабама дейін табалап кеткен. Айманды келін қылып аттаған босағадан емес, өз үйлеріне алып кетіп, соңғы сапарға аттандырған болатын. Апам екеуміз қанша жалынсақ та сөзімізді елемеді.
Мен әр бейсенбіде басына барып дұғамды оқып тұрдым. Соңғы бейсенбісіне жұмыста болып басына бара алмағасын, жұма күні зиратқа келдім. Айманның мазарына жақындай бергенім сол еді. Тізерлеп отыра, еңкілдеп жылап отырған Кемелді көрдім. Бұл көрініс маған тым ерсі көрінді. Менің әйелімнің зиратында оның бұлайша көз жасын көл қылуының себебі неде деген оймен Кемелге жақындап келдім. Артында тұрған мені ол әуелде байқамады. Бірақ мен оның не деп көз жасына ерік беріп отырғанын анық естідім. Жаным, неге мені тастап кеттің? Саған енді қолым жетті-ау дегенде бұның не? Құрсағындағы сәбиімізді қалайша өлімге қидың? Мен сені сол күні қалада күттім ғой. Бәрін тастап, жаңа өмір бастайтынымыз қайда? Мен енді не істеймін? Айтшы. Аз ғана шыдағанда мен ол жасқа бар шындықты айтып, торғымен ажырасып, сені бақытты ететін едім ғой. Деген сөздерден кейін әрі қарай құлағым еш нәрсені естімеді. Қара жер аяғымнан тайып кеткендей, суық отыра кеттім. Кемел артына жалт қарады. Мені көріп, абдырап қалды. Олжас, сен бе? Мен бәрін түсіндіремін. Дей берген еді. Мен көзіме көрінбе, жоғал, дедім есеңгіреген күйі. Бірақ Кемел кетпеді. Көзіме тіке қарап, еш қаймықпастан барын жайып салды. Мен Айманға бала кезден ғашық едім. Сен менің алдымды орап кеттің. Бақытымды ұрлап алдың. Мен оны ұмыта алмадым. Тырыстым, бірақ қолымнан келмеді. Түбі Айман, менің оны шынайы сүйетініме көз жеткізді. Біз соңғы айлары бақытты болдық. Сенің алдында мен өзімді кінәлі санамаймын. Тек Айманның сенің алдында өзін кінәлі сезініп, өз-өзіне қол жұмсағаны ішімді өртеп барады, деді Кемел тістеніп. Мен айтарға сөз таба алмай, тілімді жұтып қойған адамдарша орнынан тұрдым да сүйретіле кете бардым. Кемелді кінәлап, жағасына жармасуға құқым жоқ екенін өте жақсы білдім. Себебі мен де оның әйеліне ессіз ғашық едім. Мен Торғынға ғашық болып қалғаным үшін, іштей өзімді жек көріп жүргенімде, Кемел әлде қашан менің әйелімді меншіктеп алған екен. Сол күні мен ашудың жетегіне еріп, үлкен қателікке бой алдырдым. Жасаған ісім үшін әлі күнге дейін ұяламын. Бойымдағы ашуды тізгіндей алмай, мен зираттан шыққан күйі Айманның анасының үйіне жетіп бардым. Құдды жерден жеті қоян тапқандай бар шындықты келіп, өзі онсыз да қызынан айырылып, қан жұтып отырған анаға жайып салдым. Мені кінәлап, аузына келгенін айтқан үшін есемді еселеп қайтарғандай болдым. Айманның менің бауырыммен жүріс жасағанын, одан аяғы болғанын енемнің бетіне бастым. Қаралы күйде отырған енеме бұл сөздерім атқан оқпен тең болды. Тұрған жерінде сұлық қылады. Әйтеуір содан ол кісі оңалмады. Естуімше әлі күнге дейін төсек тартып жатқан көрінеді. Сол себепті өз-өзімді жиі жазғырып алам. Ауылда өсек деген жатама. Кемел мен Айманның арақатынасы көп ұзамай, ауылдағы еңбектеген баладан еңкейген қарттың құлағына дейін жетті. Мен Айманның анасына барып шу шығарғанымды көршілердің барлығы естіген болу керек. Ауыл іші гүгу өсекке толды. Кейбіреулері Айман ондайға баруы мүмкін емес десе, енді біреулер мен сондай бір бәленің болып жүргенін білгенмін де салды. Бұл әңгіменің қарқыны екі әулеттің іргесін бір күнде шайқалтып, бір-біріне жау қылып жіберді. Кемелдің анасы мен менің анам енді бет көріспестей болып шорт кесісті. Кемелді мен содан кейін мүлде көрмедім. Тек қалаға кетіпті дегенде ғана естідім. Ал Торғын болса өз үйіне оралды. Мен онымен телефон арқылы хабардар болып жүрдім. Мені қынжылтқан нәрсе Торғын әубастан бәрін білген екен. Кемелдің Айманмен кездесіп көңіл жарастырып жүргенін естігенде Торғын талай рет маған айықтуға оқталғанымен айта алмаған. Кемелдің жалған уәделеріне сеніп жүрдім дейді маған. Болды енді, қайталанбайды, кешірші, екі әулеттің араздасуына жол бермеші, деп Кемел талай жалынған. Сонда сен мені пайдаландың ба? Кемелден кек алғың келді ма? Дедім мен бірде Торғынмен телефон арқылы сөйлескенде. Жоқ, олай емес. Мен не үшін бәріне шыдап,
Күйеуімнің көзіме шөп салып жүргенін білсем де, сол үйде қала берді деп ойлайсың. Себебі сенен алыстағым келмеді. Кемел менен алыстай бастағанда, мен саған басқаша қарай бастадым. Сенімен шай ішіп отырып, әңгіме дүкен құрған ұнайтын маған. Көпке дейін саған пайда болған сезімді мойындай алмай жүрдім емес пе? Өзіңе шындықты жайып салмақ келетін, бірақ болар масқараны ойлап, өзімді тежей бердім деді. Торғын мендегі күдіктің күмәнін сейілтіп. Айманның жылы өткенше біз, Торғын екеуміз, жасырын кездесіп, сөйлесіп жүрдік. Ол аралықта Торғында Кемелмен заң жүзінде ажырасып үлгерді. Кейін бір жылдан соң мен анама бар шындықты айтып, қарсылығына қарамастан Торғынға үйлендім. Той жасамадық, мұсылманша неке қиып, заң жүзінде некемізді бекіттік. Әуелде анам маған ренжігенімен, кейін ақ батасын берді. Анамды қалаға жаныма көшіріп алдым. Қазіргі таңда Торғын екеуміздің 2 қызымыз бар. Ал Кемелді шетелге жұмысқа кетті деп естідім. Басқа одан хабарым жоқ. Мені әлі күнге дейін ойландыратын мәселе, Айманның не себепті өз-өзіне қол жұмсағаны ғана. Оның жауабын тек Кемел ғана біледі. Өзгеге беймәлім. Болары болып, бояу сіңген соң, маған бар шындықты мойындап, жаңа өмір бастауына да болар еді ғой. Әттең, деп кейіпкер әңгімесін аяқтайды. Әңгіме ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, мені қолдай кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.